Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін көбейтудің тиімді әдісін үйрететін боламын. Кейбір сандар үшін, мысалы 1001-ді 235-ге көбейтсек, 235, 235, 1001-ді кез келген 3 таңбалы санға көбейтейік, 758-ге көбейтсек, 758, 758 мың, 758, мысалы 101-ді 23-ге көбейтсек, 2 таңбалы санға, оны 2 рет жазғанға тең. Сол сияқты 52-ге көбейтсек, 5252. Енді 35-тің квадрат 15, 25, 35 сол сияқты сандардың соңы 5-пен аяқталатын сандардың көбейтіндісі қарапайым әдіс. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 3-тің кейінгі сан 4, көбейтіндісі 1225 болды. 65-тің квадраты деген сөз 25-ті жазамыз, 5-тің квадраты, және 6-дан кейінгі 5-тің квадраты 25 деп жазамыз, 6-дан кейінгі сан 7, көбейтіндісі 4225. Сол сияқты 64 пен 66-ның квадратын табу керек болса, 65-дің квадраттан бірді азайта саламыз. 64 пен 66-ның арасында 65 деген санды табамыз да, соның квадратынан бірді азайта саламыз. Мысалы 74 пен 76-ның көбейтіндісі керек болса, ортада сан 75, 75-дің квадратын табамыз оңай әдіспен. Сонда 5625-тен бірді азайтамыз, 5624. Сол сияқты 19 пен 21-ді көрсетейік, арасында сан 20, 20-ның квадраты 400, 400-ден бірді азайса 399. Тыңдағандарыңызға рахмет. Керемет болса лайк басып, коммент қалдырыңыздар.